Құйрық майдан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Ең алдымен шиге құйрық майымызды сорпаға немесе суға 40-45 минут шамасында пісіреміз. Ол да құйрық майдың көлеміне байланысты. Құйрық майымызды піскеннен кейін әбден суытамыз, бір күн қойып. Содан соң құйрық майды видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз, пышақпен кесіп. Содан соң үстіне тұз және қызыл бұрыш салып, осылай сеуіп шығамыз бетіне. Енді құйрық майымыздың үстіне сладкий және де острый екі түрлі паприкадан саламыз. Тәтті және ащы паприкадан. Арнайы сондай паприкалар болады, кез келген магазиннен алсаңыздар болады. Содан соң үстіне теркадан өткен чесногымызды салып, ортасына және де жан жағына барлығына осылай умаждап қолымызбен жағып шығамыз. Енді тағы да сладкий мен острый паприкадан араластырып бетіне көміп тастаймыз. Содан соң морозильникке 2 сағатқа қоямыз. Қатқаннан кейін холодильникке 1 күнге қоямыз. Осымен міне тіске басарымыз дайын, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.